кімнің әке шешесі тірі бола тұрып, оған зарар берсе, тілазар болса, айтқанына бойынсынбаса, оған қарсы уф деп айт, не то что сөйлеу, уф деп айтсан, уф. Алла Құран кәрімде «Вәлә тақул лахума уффен» дейді. Уф деп айтпа дейді. Мынандай уф сендер деп айтпа дейді. «Вәлә танхархума» ол екеуіне жекіме дейді. «Ва қул лахума қаулан карима» керісінше ол екеуіне ең жылы тәтті сөздеріңді айт дейді. Сені өмірге әкелгендігіне өкінбейтін дейді. Мына мен естіп отқан жастар әке шешесі тірілер. Өмірі әке шешелеріңіздің алдында қабақ шытпаңыздар. Болды. Сен үшін өмірін арнады, іш құрылысын ауру қылды, сен үшін тар құрсағын кең қылды, сен үшін қинама көрмеген нәрсесі қалмады. Енді ең соңында сенің қабағыңды көруі, бұл бала ананың жүрегін жаруы. Онкология аурудың барлығының себебі дейді, осы уайым қайғы дейді, кек дейді немесе. Осы екі-ақ нәрсе. Өз аз ғана өмір ғой бұл өмір. Азақ өміріміз.